Қазір барлық жерде бір көзді не қылып жатыр? Хит қылып жатыр, реклама қылып жатыр. Адамдардың миын әдемілеп дайындап беріп жатыр ғой. Ертең бір көзді бірдеңе болып жатса, ешқандай не жоқ, проблема жоқ. Бұл табиғи нәрсе деген сияқты адамдарды дайындап жатыр. Ол сендердің Раббыларыңмын деп айтады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ сендердің Раббыларың одан пәк дейді. Оның бір көзі бір хабарда оң көзі дейді, екінші хабарда сол көз дейді. Қалай болса да бір көзі солған жүзім сияқты дейді, андай қалай ақ кеткен көз сияқты ғой, бір көзі ақ кеткен көз сияқты. Сондай жалпақ адам дейді, қызыл өңді, хадистерде келген, маңдайында кәфір деген жазуы бар дейді. Ана қарасаңшы, соған дейін айтып кеткен ғой, шатасып қалып жатсыңдар. Оны әрбір сауаты бар адам, сауаты жоқ адам оқи алады дейді. Көрдіңіз бе? Маңдайындағы кәфір деген жазуды оқи аласыз да. Сөйтіп ол келеді дейді. Жердің бетінде 40 күнге ғана келеді дейді. Болды. 40 күнде бұл үмметтің ең көбін тозаққа сол алып кетеді дейді. Яғни ол кірмеген жердің бетінде қауым болмайды. Жылдамдығы нөсерлеп жауған жауынның жылдамдығындай дейді, естіп отырады дейді. Сондай нәрсені беріп қойған Алла Тағала артына бүкіл дүниенің хазаин дейді ғой, жаңағы қазыналарын ілестіріп қойған дейді артына. Суы да, көлі де, шөбі де, малы да артында ілесіп жүреді екен. Ол шығатыннан бұрын жердің бетінде өйткені жұт болады дейді, қараңыздар. Адамның әлсіз жерлерінен ұстап алады да бұл. Қауымға келеді дейді. Қауымға келеді, жұт болып жатқан қауымға келеді екенде, егер де мені Құдай деп иман келтірсеңдер, көктеріңнен жаңбыр жаудырам деп айтады екен. Жерден шөп шығарып, малдарыңды көбейтіп берем деп айтады екен. Сонда ана қауымға көкке бұлтты шақырып, жаңбыр жаудырып, жерден шөпті шығарып, малдарын көбейткен кезде, сен Раббымызсың деп қауым түгел иман келтіреді дейді. Қауым. 3-4 адам емес, малы жоқ. Адам аш болған кезде бар ғой. Аш болсаң өз-өзің ұқсамайсың деген сол. Аш болған кезде адам, тарыққан кезде адам барлық нәрсеге бара береді. Сіздер білесіздер ма, тарих кітаптарында жазған, мынау ашаршылық біздің елдегі кешегі болған қолдан жасалған ашаршылықтың кезінде баласын жеп қойғандар бар, баласын. Өзің балаңды өзің жей аласың ба? Аман қалу үшін өзінің баласын қуырып асып жегендер бар, сорпа қылып ішкендер бар. Адам өзінің баласын өзі жей ала ма негізінде? Жоқ. Бірақ тірі қалып қою үшін адамдар сондай нәрсеге барған. Көрдіңіз бе? Сол аштықтың, жұттың кезінде келіп, аналар қарсы адамның әлсіз жерінен ұстап алып тұрған. Кейбір қауымдардың ішіне кіріп, қабірлерге барып, әке-шешелерін тірілтіп береді дейді хабарларда. Көрдіңіз бе? Әке-шешелерін тірілткен кезде, міне бүгін сенің Раббымыз екендігіне тағы да көзім жетті деп айтады екен жаңағы. Сондай дәджал деген бұл өтірікші деген, кәззап деген, қазақшаға аударғанда. Айтатынның бәрі өтірік, істейтіннің бәрі өтірік, бірақ Алла оған тек қана мүмкіншіліктерді берген ең ауыр сынақ қалып дейді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, дүние жаратылғаннан бергі ең ауыр сынақ бұл Мәсіх Дәджалдың сынағы дейді. Жер бетінде ондай сынақ болған емес, болмайды да дейді. Көрдіңіз бе? Ең ауыр сынақ бұл Дәджалдың сынағы екен. Біреулер ойлайды екен, ол қашан, ол Дәджал келмесе мен бармын жоқ. Жоқ. Егер де біреу басталып кетсе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір қияметтің белгісі басталып кетсе, үзілген моншақ сияқты пытырлап кетеді дейді барлығы. Бірінен соң бір адам бүкіл қияметтің үлкен белгісін көріп шығуы мүмкін бір өзі. Сол моншақ сияқты пытырлап бірден соң бірі кетіп қалады дейді. Демек, мына біздің қазіргі болып жатқан сынақтар бар ғой, біз әшейін сынақтарда екенбіз да. Ол келген кезде анау адамдарды жұтып алып кетеді дейді ғой, жұтып. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, оның жанына келген адам екі нәрсені көреді дейді. Бір қолында су, бір қолында оты болады дейді. Егер де кездесіп қалып жатсаңдар, негізі кездеспеңдер дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Барынша қашып кетіңдер дейді. Көрдіңіз бе? Бірақ та кездесіп қалып жатсаңдар, суына емес, отына бар да көзіңді жұм деп айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ адамдар соны біліп тұрып, ана суының көркемдігі адамды баурап кетеді де, отқа барам деп тұрған адам суға қарай кетіп қалады дейді. Көрдіңіз бе? Мен имандымын, мен ғалыммын, мен тақуамын дегендердің алдарына шықпаңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мүлдем алдына шығуға болмайды, ананың бар ғой.
Алдына шық, өз имандарыңа өздерің күмәнданып қаласыңдар дейді. Бұның бәрі хадисте келген. Ғалымдар, үлкен тақуалар оның алдына барғанда солай иланып қалып жатқан болса, біз құсаған қатардағы жауынгерлерге Раббымыздың рахым болсын. Алланың амандығы болмаса бар ғой, алып кетеді. Көп ғалымдар айтқан, әсіресе әйел кісілерді байлап болса да ұстап қалыңдар деген. Үйлеріңде байлап болса да ұстап қалыңдар. Өйткені олар естіген нәрсесіне иман келтіріп кете береді дейді. Ойбай, анау бір не келіпті? Жаңбыр жаудырады екен, шарбағыңнан андай нелер шығарады екен десе, қойш деп, сояққа барып анаған иман келтіріп кетуіне әбден мүмкін екен. Сондықтан оны байласа да ұстап қал деген сөзі, отбасыңды тозақтан сақтап қал деген сөз екен.